Береке табудың 18 жолы. Мұсылмандардың бір-біріне береке тілеп жатқанын жиі естуге болады. Береке Алла тағаланың нығметі. Баракат сөзі араб тілінде рахым деген мағынаны білдіреді. Анығын айтқанда, мұсылманның айналасындағы қоршап тұрған кез келген дүниеге Алла тағаланың шексіз рахымының түсуі. Адамзат баласы үнемі молшылық пен дәулетке кенелгісі келеді. Әйтсе де Алла тағаланың нығметімен нәсіп болған байлық қана адамды анағұрлым бақытты ете түседі. Алланың берекесі сіңген болмашы ғана дүниенің өзі орасан зор пайдаға асады. Алланың әміріне мойынсұна отырып, ізгі ниетпен жасалған амалдарға берекет бітеді. Анығында біз қандай жағдайда болмасын, мейлі ол отбасы ахуалы ма, қарым-қатынас, денсаулық, тіпті қаржы мәселесінде де Алла тағаланың рахымына мұқтажбыз. Адам баласын Алланың рахымына бөлейтін игі амалдар бар. Береке табудың бірінші жолы шынайы ықылас. Амал әрекеттеріңізге береке дарысын десеңіз, әрбір істі шынайы ықыласпен бастаңыз. Шынайы ықылас ислам дінінің негізі, және әрбір амал үшін ниетіне қарай үкім шығарылады. Әрбір ісіңіз Алланың разылығы үшін жасалғаны маңызды. Алланың разылығы үшін жасалмаған ешбір амалға береке дарымайды. Береке табудың екінші жолы сенім және тақуалық. Құран кәрімде, егер ол өлкелердің елі иман келтіріп, сақсынса еді, әрине оларға көк пен жердің берекеттерін ашып жіберер едік. Кім Алладан әмірлерін орындап және тыйымдарынан тыйылса, қорықса, ол кез келген қиын жағдайдан шығар жол береді және оған қорыққанға күтпеген жерден ризығын береді. Береке табудың үшінші жолы Алла тағалаға тәуекел ету. Құранда кім Аллаға тәуекел етсе, оған ол жеткілікті. Расында Алла өз ісін соңына дейін аяқтайды. Әрі Алла әр нәрсеге бір өлшем қойды. Пайғамбарымыз Мұхаммед оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай деген: егер Аллаға шынайы тәуекел еткен болсаңдар, ол сендерді де таңертең аш қарынмен ұшып, кешке ұясына тоқ болып оралатын құстарды азықтандырғаны секілді, сендерді де ризықтандырар еді. Береке табудың төртінші жолы бұл Құран оқу. Берекеттің қайнар бұлағы осы. Құран кәрімде біз түсірген мына Құранда тұнып тұрған берекет өзінен бұрынғы илахи кітаптарды растаушы делінген. Қасиетті Құран кәрімді оқу арқылы қаншалықты мейірім мен рахымға бөленеріңізді ұмытпаңыз. Сүйікті пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын Құран кәрімнен оқылған әрбір әріп үшін сауап берілетінін, бұл сауаптың 10 есе арта түсетінін айтқан. Береке табудың бесінші жолы әрбір істі бисмиллямен бастау. Мұсылманның әрбір іс әрекеті қасиетті сөздермен және Алла тағаланың есімімен басталады. Әрбір амалыңызды бисмиллямен бастасаңыз, Алланың разылығы мен рахымына ие боласыз. Бисмилля ең қарапайым әрі қысқа дұға. Бұл дұға бізді шайтанның азғыруынан сақтайды. Береке табудың алтыншы жолы ортақ дастархан. Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын хадисінде ортақ дастарханда береке бар деген. Сондай-ақ мына бір хадисте былай дейді: бір адамның ішіп жемі 2 адамға, 2 адамның ас ауқаты 4 адамға, 4 адамның ырзығы болса 8 адамға жетеді. Береке табудың жетінші жолы саудадағы адалдық. Пайғамбарымыз Мұхаммед оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын тұтынушы мен саудагер өзара мәмілеге келе алмаған жағдайда айғақты дәлелдерін ұсынуына болады. Ал осы тұста саудагер өз өнімінің кем-кетігін ашып айтып, ақиқатқа жүгінер болса, оның саудасына береке дариды. Ал кейбір дүниені жасырып қалса, Алланың нығметінен айырылады. Береке табудың 8-ші жолы дұға жасау. Алладан берекет сұраңыз. Дұға жаратушы мен оның құлы арасындағы байланыс. Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын өзі Алла тағаладан береке сұрап дұға еткен. Дұға ету арқылы Алла тағалаға жақындайды сөзсіз және оның рахымы жауады. Жалпы Алланың разылығын алуға бағытталған әрбір іске береке дарып, нығмет әкеледі. Береке табудың 9-шы жолы халал, адал, табыс пен халал ас. Пайғамбарымыз Мұхаммед оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Алла тағала ізгілікті сүйеді, сондықтан тек қана игі амалдарды қабыл етеді деген. Бұл хадис Алланың рұқсатымен тұтынуға болатын тағамдарға қатысты айтылған. Анығында харам жолмен табыс тауып, харам асты жеген адам өзі қаласа да, қаламаса да Алланың әміріне мойынсұнбаған саналады. Ал адал еңбекпен, адал ас ішкен жанның жүрегі ықыласқа бөленеді. Береке табудың 10-шы жолы барлық істе Мұхаммед пайғамбардың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын сүннетін ұстану. Бүкіл адамзат тарихындағы ең үлкен нығметке бөленген адам пайғамбарымыз Мұхаммед оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Ол барлық мұсылман баласының үлгі тұтар тұлғасы. Біз одан үлгі алуымыз қажет. Пайғамбарымыздың сүннетін зерделеп, үлгі тұту арқылы бой түзеп, ізгілікті ұстанамыз. Сол арқылы Алла тағаланың рахымына бөленеміз. Береке табудың 11-ші жолы истихара дұғасын оқу. Истихара Алладан қандай да бір істің қайырын сұрап дұға ету. Ол істің артында әлде бір қиындық болса, содан пана тілеу.
Мұсылман баласы әр құлшылығында Аллаға жүгініп, мына фәни дүниеде болсын, ақыретте болсын, өзінің қалауына қарағанда жаратушының қалауы анағұрлым құнды екенін түсініп, қабыл алғаны жөн. Берекет табудың 12-ші жолы Алла тағалаға шүкіршілік. Құранда Алла тағала: егер шүкір етсеңдер, сендерге одан да көп беремін. Ал егер шүкірлік етпесеңдер, менің азабым ауыр. Берекет табудың 13-ші жолы қайырымдылық. Құдси хадисте Алла тағала: ей адам баласы, қайырымдылық жаса, мен де саған қайырым қыламын дегені айтылады. Берекет табудың ең жылдам жолы мұқтаждарға көмектесу, зекет және садақа беру. Садақаны тек ақшамен ғана емес, жылы сөзбен де беруге болады. Өзгелерге қол ұшын созу арқылы жүректер күнәдан тазарып, Алланың рахымы түседі. Берекет табудың 14-ші жолы туыстық байланыстарды нығайту. Құранда Алла тағала былай дейді: Алладан, қаһарынан қорқыңдар және туыстық байланыстарды үзуден сақтаныңдар. Расында Алла сендерді бақылап тұрады. Сондай-ақ пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, кім ұзақ өмір сүргісі келсе және кім отбасына береке кірсін десе, туған туыстарын есіне алсын деген пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын хадисінде былай дейді: Алла тағала айтады: мен рахымдымын және мен туыстық байланыс орнатып, оған өз есімімді бердім. Туыстармен жақсы қарым-қатынас жасағандармен біргемін, ал байланысын үзгендермен мен де арамызды үземін. Берекет табудың 15-ші жолы ерте тұру. Пайғамбарымыз Мұхаммед оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, Алла тағала үмметім үшін алғашқы сағаттарда берекелі қылды деген. Тахаджудке тұрыңыз, таң намазын оқыңыз. Алланың рахымы түсетін қадірлі уақытты өткізіп алып, өкінішке қалмаңыз. Жұмыс жүргізуде өзге уақытқа қарағанда тәуліктегі бұл сағаттар әлдеқайда өнімдірек. Берекет табудың 16-ші жолы неке. Неке ізгі амал және ол берекет әкеледі. Құранда былай дейді: іштеріңдегі бойдақтарды, сондай-ақ қолдарыңдағы құл күңдердің дұрыстарын үйлендіріңдер. Егер олар кедей болса да, Алла өз кеңшілігімен оларды байтады. Алла аса кеңшілік иесі, толық білуші. Берекет табудың 17-ші жолы намазды қалдырмау. Құранда: пайғамбар, отбасына намаз оқуды бұйыр және оған өзің де көңіл бөл. Біз Алла, сенен көп нәрсе сұрамаймыз, біз сені ризықтандырамыз, фәниде де, бақида да және соңғы табыста оларға тиесілі, Алладан қорыққандарға. Осы ғибадатсыз өміріңізді елестетіп көріңізші. Мұндай өмірде берекет болуы мүмкін бе? Намаз мұсылмандық ғибадаттың түп негізі, онда Алла тағала разылығының кілті бар. Берекет табудың 18-ші жолы күнәлардың кешірілуін сұрау. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын былай деген: кім Алладан үнемі кешірім тілесе, Алла тағала оған кез келген қиындықтан шығудың жолын белгілеп, барлық уайымынан арылтады және күтпеген жерден ризық береді. Уақыт бөліп қарағандарыңызға көп рахмет. Видеоға лайк басып пікір қалдырыңыз.